Бірінші проблема – жеңгенде жеңілгенде бір мақсатты көздейді. Жеңімпаздар ғана мақсатты дұрыс қоя біледі деген алдамшы түсінік қалыптасқан. Біз жеңімпаздарды ғана елеп, олар дұрыс мақсат қойғандықтан осы жеңіске жетті деп ойлаймыз. Бірақ одан жеңіліп қалған адамның да мақсаты жеңу екенін ескермейміз. Олимпиада ойындарына қатысатын әрбір спортшы алтын жүлде алуды армандайды. Жұмыс іздеушінің барлығы жақсы жұмыс тапқысы келеді. Жеңген мен жеңілгеннің мақсаты бір екен. Демек, жеңімпаздардың басқалардан айырмашылығын оның мақсатымен ғана түсіндіру қате болып шығады. Мысалы, Британия велосипедшілерінің жеңіс тұғырына көтерілуіне Тур де Франс турнирін жеңу мақсаты себеп болған жоқ. Олар бұған дейін де осы көп күндікте топ жаруды армандаған. Яғни мақсат баяғыда-ақ айқындалған. Британдықтардың ақыры жеңіске жетуіне әрбір ұсақ түйекке көңіл бөліп, жүйелі түрде әрекет етуі себеп болды. Екінші проблема – мақсатқа жету сол сәтте ғана маңызды болатын өзгеріс. Бөлме астан-кестеңі шығып шашылып жатыр деп елестетіңіз. Сіздің мақсатыңыз бөлмені мұмтаздай етіп тазалап шығу. Бар күшіңізді бөлме жинауға жұмсадыңыз, мақсатқа жеттіңіз. Бөлме сол кезде таза тұрды. Бірақ ескі әдетке басып, тұрып жатқан орынға салақ қарасаңыз, бөлменің сиқын қашыратын дүниелерді жинай беруді доғармасаңыз, көп ұзамай ол орын бұрынғы қалпына түседі. Оны жинап шығу үшін тағы да шабыт шақыруға тура келеді. Әрбір іс-әрекетті бір жүйеге келтірмегендіктен бұрынғы қалпыңызға қайта түстіңіз. Өйткені сіз себебін анықтамай, оның салдарымен ғана күрестіңіз. Мақсатқа жеткенде өмірдің дәл сол кездегі сәті ғана өзгереді. Бірақ түбегейлі өзгеріс болмауы мүмкін. Бір нәтижені өзгертуге тиіспіз деп ойлаймыз, алайда негізгі проблеманы байқамаймыз. Өйткені нәтижені емес, соған жеткізетін жүйелі әрекетті өзгерту керек. Мәселені шешуде нәтижені өзгертумен ғана шектелсеңіз, оныңыз уақытша шешім болып шығады. Проблеманы жүйелі әрекет деңгейінде шешуді үйренгенде ғана түбегейлі өзгеріске жетесіз. Мәселенің төркінін тапсаңыз, нәтиже көп күттірмейді. Үшінші проблема – мақсат бақытты шектейді. Әрбір мақсаттың астарында мақсатқа жетсем бақытты боламын деген ой жатады. Ең алдымен мақсатқа жетуді ойлайтын адамдар бақытты болуды өмірдің келесі бір кезеңіне ысырып қойғанын сезбейді. Өзім де осы тұзаққа талай рет түскенмін. Жылдар бойы бақытқа лайықты адам болашақтағы мен деп ойлап келдім. Бұлшық етім 20 фунтқа жетіп, кәсібім туралы Нью-Йорк Таймс газеті жазған сәтте менен асқан бақытты жан болмайды деп армандайтынмын. Оның үстіне мақсаттар адамның ішкі арпалысын өршітеді. Не көздеген мақсатқа жету арқылы табысты адам боласың, не сәтсіздікке ұшырап, өзіңнің де жақындарыңның да үмітін ақтай алмайсың. Мұндай арпалыстар адамның бақыт туралы танымын шектеп, тығырыққа тірейді. Үлкен қателік. Сіздің өмір жолыңыз мақсат қойғанда ойлаған бағытпен ғана өрбуі екіталай. Табысқа жетудің түрлі жолдары тұрғанда, өмірден ләззат алуды бір ғана сценариймен шектей салуға болмас. Жүйелі түрде әрекет етуді әдетке айналдырғандар әлде қайда зор нәтижеге жетеді. Қорытынды нәтижеге емес, іс-әрекеттің өзіне ден қоюды үйренсеңіз, бақытты болатын сәтті күтіп әуре болмайсыз, ал нәтиже өзі іздеп табады. Жүйелі әрекет жұмыс істеп тұрғанда өмірдің әрбір сәтінен ләззат аласыз. Жүйелі әрекет сіз ойлағандай бір ғана түрде емес, сан алуан сипатта көрініс табуы мүмкін. Төртінші проблема – мақсат қоюдың ұзақ процестерге кедергісі. Мақсатқа жетуді ғана ойлайтын адамдар түптеп келгенде йо-йо әсеріне, яғни тез ұмыт болатын нәтижеге кезігуі мүмкін. Мәселен, желаяқтардың дені бірнеше ай бойы тынымсыз шыңдалып, белгілі бір межені еңсерген соң жаттығуды тастап кетеді. Жарыс аяқталды, мақсат орындалды. Енді оларды алға итермелейтін күш жоқ. Сол секілді бүкіл
қажыр қайратыңызды бір ғана мақсатқа жетуге жұмсадыңыз. Оған жеткеннен кейін не істейсіз? Әлбетте адамдардың дені алға қойған мақсатқа жеткен соң мағынасыз тіршілікке оралып, ескі әдеттерін қайта бастайды. Мақсат қою белгілі бір ойында жеңіске жетуді ғана көздейді, ал жүйелі әрекет бір жеңістен кейін де ойынды жалғастыра беруге көмектеседі. Келешекті ойлау белгілі бір мақсаттың аясына шектеліп қалмау дегенді білдіреді. Ойлаудың мұндай түрі белгілі бір жетістікке ғана негізделмеген, ол өзін-өзі үздіксіз жетілдіру, нәтижені үнемі жақсартып отыру дегенді білдіреді. Сіздің үздіксіз жетіліп келе жатқаныңызды айқындайтын күш бір процесті тынбай қайталай беру әдетіңіз. Атом әдеттер жүйесі. Жаман әдеттерден арыла алмай қиналсаңыз, оның жеке басыңызға еш қатысы жоқ екенін біліп қойыңыз. Мәселенің бәрі жүйелі әрекеттің жоқтығында. Жаман әдеттер қайталана береді, бірақ олар сіздің өзгерісті қаламауыңыздан емес, әрекеттердің бір жүйеге түспегендігінен қайталанып жатыр. Көздеген мақсатқа айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз. Жүйелі әрекеттеріңіз қалай жұмыс істейтініне ұғынуға үңіліңіз. Белгілі бір мақсатқа емес, жүйелі әрекеттерге зейін қою осы кітаптағы басты тақырыптардың бірі. Атом әдет деген сөз тіркесінің астарында осы мағына жатыр. Ұсақ-түйек өзгерістер, болмашы жетістіктер, бір ғана пайызға жақсару ұғымының бәрі осы атом әдетімен байланысты екенін түсінген боларсыз. Бірақ оған кез келген ескі әдетті жатқызуға болмайды. Атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер. Атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса, атом әдеттер үлкен өзгерістерді түзетін шағын бөлшектер іспетті. Әдеттерді біздің өміріміздің атомдарына теңеуге болады. Олардың әрқайсысы түбегейлі өзгерістер түзетін іргелі бірліктер. Күнделікті қайталанып отыратын болмашы әрекеттер бірден байқалмайды, алайда олар уақыт өте келе бірігіп, елеулі нәтижелерге жетуге көмектеседі. Елеулі нәтижелердің өзі кейін бастапқы әрекеттерден әлде қайда зор көрсеткішке айналады. Әдеттер қалыптасу барысында аса байқалмағанымен, адам өмірі үшін үлкен маңызға ие. Атом әдеттер сөз тіркесінің мағынасы соны білдіреді. Орындалуы оңай әрі елеусіз. Бірақ көп қайталанған сайын ғаламат күштің қайнар көзіне айналатын күнделікті тәжірибе немесе ұсақ-түйек әрекеттер, яғни адам болмысының бірте-бірте жетілу жүйесінің құрамдас бөлшегі. Түйін. Әдеттерді өзін-өзі жетілдіру процесі негізінде жинақталатын күрделі пайыздармен салыстыруға болады. Күн сайын 1%-ға жақсарып отыру арқылы болашақта үлкен нәтиже шығарамыз. Әдеттер қылыштың екі жүзі іспетті. Олардың бірі сізге қызмет етсе, екіншісі қарсы жұмыс істеуі мүмкін. Сол себепті әрбір әдетке ерекше мән берген жөн. Кейде кішігірім талпыныстардан ештеңе өзгермейтіндей көрінуі мүмкін, бірақ кез келген үлкен нәтиженің өзі ұзақ уақытқа созылған баю процестен тұратынын ұмытпаңыз. Сізге шыдамды болу керек. Атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер. Атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса, атом әдеттер үлкен өзгерістерді түзетін шағын бөлшектер іспетті. Үздік нәтиже шығарғыңыз келсе, мақсат қою дегенді ұмытыңыз. Оның орнына жүйелі әдет қалыптастыруға назар аударыңыз. Көздеген мақсат айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз. Жүйелі әрекетіңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үңіліңіз.